креативті олар менің әлемім. Мен 1992 жылы 8 наурызда дүниеге келдім. Түлеп ұшқан мектебім номер 75 Жамбыл Жабаев атындағы орта мектеп. Ондағы ұстаздарымның үздіксіз еңбегі мен талапшылдығының арқасында 2009 жылы мектепті үздік бағамен тәмамдап, Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің математика мамандығын алып шықтым. Жаңа нәрсеге қызығушылығым мен ізденісім әр түрлі салада өзімді сынап көруге мүмкіндік берді де, ұстаздық аялдаманы мәңгілік мекеніме айналдырды. Иә, мен ұстазбын, өз бағыты бар. Жаңа жүйемен жаңа мектепке келген жаңашыл ұстазбын. Ұстаздық әлем мені өзімді тануға, өзімді табуға мүмкіндік берді. Мамандығым мақтанышым. Ұстаздар арасындағы сайыстар, оқушылар арасындағы жарыстар мені одан әрі шыңдап жатқандай. Атап айтар болсам, мұғалімдер арасындағы аудандық олимпиадада 2-ші орын иегері болдым. Мектепшілік әр түрлі спорттық, өнер сайыстарында да Smart Teachers тобымен жүлделі орындар алып отырдым. Және IQ Battle ұстаздар арасындағы сайыста бас жүлдеге ие болып, ұстаздық әлемнің алғашқы 3 айының ішінде мектеп директордан алған алғыс хатым маған алтын қанат бітірді. Оқушыларыма сайыс сабақтар ұйымдастырып, ашық сабақтар өткізу олардың білімге деген құштарлығын оятады екен. Ұстаздық өмірге келгелі, балаға білім беріп, оқушымен ойнай білу маған қуаныш сыйлайтынын түсіндім. Әр түрлі әдіс тәсілдер, қызықты сұрақтар мен Kahoot, Quizzes, Word секілді бағдарламаларды қолданып жүріп, оқушыларға деген мейірім мен сүйіспеншілік қалай пайда болып кеткенін өзім де байқамай қалыппын. Егер мұғалім өз басына іс пен шәкіртіне деген сүйіспеншілікті біріктірген болса, ол кемел ұстаз деген орыстың ұлы педагог Ушинскийдің сөзі есіме түссе, бойымды белгісіз бір бақыт сезімі тербейді. Ұстаз ұлағатты ұғым. Бала ұстаз тарапынан шынайы берілген сүйіспеншілікті сезеді. Ал ұстаз мейірім мен махаббатты біліммен бірге оқушы санасына сіңірсе, міндетті түрде жемісін береді. Алдыңдағы білім іздеп келген балапанға қиындықтарға қарамай, оның қанат қағуына көмек беруі үлкен парасаттылық деп білемін. Ұстаз болу, заманға сай ұстаз болу, мемлекет алдындағы ақ адал борышымыз, ақжарма үмітіміз.